мен төбелесу үшін конкретно 8 миллион. Иә достар, Ануарбек мотиватордың гонорары белгілі болды. Жұман Жұмабековпен шығу үшін 8 миллион сұрап тұр. Менің ойымша бұл асыра сілтеген баға. Ал енді Жұман Жұмабеков пен Ануарбек мотиватордың толық ерегесін тыңдайық. Бұл жақта біраз әңгіме айтылып қалды. Өте қызық. Попроще сөйлейін. Көтінді мен сенің айрам. Арлансың ба, маған қызық емес, сен тағы да айтайын. Просто сен деген, жоқ, сен деген, сен білесің, бізде деген мұхитпен бой болатын білесің. Қайда басын тығыватсың? Саған сұрақ. Сен тыңдасайшы. Мен саған не жасаған жоқпын, мұхит қазанда не жасаған жоқпын, мен конкретно айтайын. Мен просто, егер екеуің біреу травма алып қалатын болса, мен готов подстраховать бой дедім конкретно. Ол жерде саған высып болды ма, мотиватор, мен сенімен төбелесем деген высып болды ма конкретно жерде? Жоқ, сен вообще шығарма история. Вообще шығарма история. Жоқ, сен, жоқ, мен саған айтып отырмын. Жоқ, мен өзім мнениемді айтып отырмын саған. Вообще шығарма. Бой бола ма бізде? Болады, болды. Мнениеңді айтпақ қой, сен мнениеңді басқа біреулерге айтасың конкретно, түсінің ба? Конкретно емес, мен саған конкретно бетіңге айтып отырмын. Мен саған тастаған жоқ, мен просто айтып отырмын. Мен мұхит или сен шықпасаң, мен доказал. Вообще менің инстаграмыма вообще мынау әңгіме керек емес. Сен өзің шықтың ғой конкретно, жұқи деп. Нормально обращение жаса, мен саған айтайын, мен Жұман деген атым бар конкретно. Мен сен Жұман деген атым жоқ деп атыма, мен саған конкретно айтып отырмын. Айтам мен өзім білемін. Конкретно бір емес, әңгіме спрос жасан келе ма? Жоқ, спрос жайында әңгіме айттым ғой. Спрос жайында әңгіме. Жоқ, спросында көрейік, кездескенде көрейік спросында. Конкретно кездескен давай мен сені. Көрейік спросында. Сен не ойлап тұрсың ба неме? Задний керек деп не ана? Сен задний керек деп ойлап тұрсың ба не? Айтшы маған, түсінген жоқпын мен. Түсінген жоқпын мен конкретно, мен саған айтайын бар ғой. Мен түсінген жоқпын. Сыйлап отырмын, Ануарбек артық кетпей, мен саған айтам конкретно, түсінің ба? Жоқ, мен сені де сыйлаймын, сен де өзің шықтың, изначально анау мынау нокаут. Жоқ, тыңдашы мені тыңдашы. Жоқ, мені тыңдашы. Жоқ, сен тыңдадың ғой, сен мені тыңда. Мені тыңда. Ал айтшы. Мен обращение жасадым. Мұхит дедім, Ануарбек дедім. Ана зияны белгілеп кеттім конкретно. Бірақ екеуің біреу травма алатын болсаңдар, мен дайынмын дедім конкретно. Мен саған лично саған әңгіме айтқан жоқпын мен саған, Ануарбек. Жоқ, мен оны вызов ретінде қабылдадым, жақсы. А сен не его тышып нахуй, нокаут ұмытып қалдың ба, биттің ба, сөйттің ба деп. Сен өзің ұйықтап қалғанын не ұмытып қалдың ба не? Қалай кеткенін неден, клеткіден? Мен мойындаймын, мен саған айтып отырмын. Мен өзімнің қателігім үшін кеттім. Ал сен нокаутқа не үшін кеткен білесің, мұны ұзын тілің үшін кеттің конкретно. А сен не? Сенде менсің бе? Сонда жоқ, қалай ұзын? Жоқ, тыңда, мен трэш-ток жасайын ба, мен өзім сөйлейін ба, мен өзім білетін болармын. Сен айтып отырсың ғой, мен деген менсінбей тоже шықтым, тоже болып қалды, қате болып қалды деп. Мен айтып отырмын, мен сенің қателігіңді айтып отырмын, тыңдасай, сен анамен шыққан кезде білесің ғой, конференцияда газовать еттің, былайда газовать еттің. Нетен газовать ете беремін? Енді қара, өзің тілің үшін ұйықтап отырсың, түсінің ғой. Сонда получается сенің ойын бойынша, өзің ойын бойынша ұйықтап қалдың ба сонда не? Сенің ойын деген ананың менсінбеу болды ғой. Мен өзімнің қателігім үшін деп отырмын. Қателігім менсінбедім, сол үшін ұйықтап отырмын. Ал сен мынау ұзын тілің үшін ұйықтап отырсың. Енді ол менде қателігім болып тұр ғой, значит, получается. Дұрыс па? Енді қателік емес, сен осознанно бардың сол нәрсеге, дұрыс қой? Қайда осознанно бардың? Ойына кірем дедің, ана сен айт, сен қуатам дедің. Жұман, мен саған айтайын, тыңдашы, мен бар ғой, мені тоқтата алмайды. Мен айтамын. Мен айттым ба, мен айтамын. Мен сені лично танимын, сен базар жоқ, залға келдің, бізге спарринг істедің. Бірақ андай мен сені отношение күткен жоқпын, конкретно. Мен саған высып тастаған жоқпын, мен просто өз ойымды тастадым, и все. Сен шықтың да, жұқи дедім, мұқи дедім. Сен мені білесің ғой прекрасно, сен мені жұмақ, мен саған жұқи деген жоқ, мен саған жұқи деген, қазын сен ғой отқанына. Не керек болып тұр конкрет сағанына? Попроще сөйлей, мен саған айтайын бар ғой. Попроще сөйлей на. Көтінде мен сенің айрам, көрейік на, кездескенде көрейік дейін кімдіңді. Қалай, жоқ, сен маған рахмет айт, что қырғыз обратно эфирге шығарды. Кім сен шығарды эфирге? Қайтан сен солмен уже бой алайын деп атсың да, насчет меня. Сенің маған дешево хайпың керек емес. Мен хайпың керек емес болса, что там сен мені историяға саласың? Саған тыңдасайшы, наман шықты ғой 9 майға менімен жекпе-жекке. Ей қалдың ба? А менде бой бар емес па? Ты о чем на? Менде бой бар емес па? А мен не айттым? Жоқ, мен не айттым? Жоқ, тыңда. Жында, мен сен әңгімені естідің ба, мен не айтқам? Мен айттым, после мұхида
мен жұманмен дайынмын шығуға дедім. Міне исламнан сұрашы, еркекше жұманмен шығам дедім. Жоқ, мен саған айттым, дайын емессің, анау мынау әңгіме керек емес. Жоқ, мен саған айтып отырмын ғой, мен Исламбек ал деп айтты. Шықпайды деп айтты ма? Шықпайды деп айтты, все. Міне, мен саған бар ғой, прямой эфир үшеуміз конференция қосам, көзінше айтам да, көзінше бетіне айтам. Потому что бүйтіп айттым, міне, мұхитпен бой болады, мұхитпен бой болғаннан кейін жұманмен дайынмын дедім шығуға. И все, болды. Мен саған көзінше айтам оның ертең. Мен саған былай айтайын, Ануарбек. Заблуждение сонда, ислам салып жүр, заблуждение, ислам салып жүр ғой, получается. Давай былай сабырға келейік, былай сөйлесек, да, нақ демей, кішкене сабырға келейік. Мәселе мынада да конкретно. Сен менімен қашаншы төбелесесің, соны айтшы маған. Мұхиттен кейін төбелесуге дайынмын конкретно. Мен тау осылай. Гонорар саған не керек осы жерде гонорарды? Сен матчмейкерсің ба не? Жоқ, саған қанша керек менімен төбелесу үшін конкретно? Бересің ба сен маған? Мен саған бермеймін. Болды ғой онда. Адамдарға қызық болсындар, тыңдасайшы. Сен ертең әңгімеңнен сегір кетпе деп отырмын мен саған конкретно. 8 миллион. Кеттік па? Сен әңгімеңнен сегір кетпе конкретно. 8 миллион. Кеттік па? Вот, сол жерде сөйлесеміз. Қайрат, тыңда. Иә. Тыңда. Сен жарайды. Ол бой ғой конкретно. Барлығы болуы мүмкін. Ол жерде сен мұхитпен төбелескенде. Иә. Сен мұхитты ұтыл конкретно. Бой біткеннен кейін лично мен сол жерге шыға білейін. Конкретно мен саған бұйысып тастаймын. Сенің духың тұрмайды шығуға сонда. Мен саған айтайын. Сенің духың тұрмайды. Дух менде вагон, Ануарбек. Болды, онда мен сені күтемін. Онда мен сені онда күтемін конкретно. После шық давай. Олай, жер гонять етпей қойшы, нұма мен дух. Короче, не айтасың басқаға? Не айтасың? Көрген кезде әңгіме басқаша болады, бауырым. Басқаша, оңаша болсын, қызық емес маған. Сен білесің ғой, мен задний бермеймін, кездесеміз, сосын сөйлесеміз. Болды ма? Қосам? Проблема жоқ. Барлығы Жұман Жұмабековтың Ануарбек мотиватор мен Мұхит Амантаевтың жекпе-жегін страховать етіп, екеуінің біреуі жарақат алса, оның орындарын басамын деп жіберген сторисінен басталды. Эфирге Жұмақа шығып кетті. Жұмақа не болды? Хайп жетпей жатыр ма, хайп? Берейін ба хайп саған? Ай, Жұмақа. Не айтайын енді? Біз бойдан қашпаймыз. Мұхит бірдемесі ауырып қалып, енді қартайған ғой, енді көрдің кішкене туда-суда двигается, шашаған кішкене. Бір жері ауырып қалып, бері ауырып қалып, бойға шықпай қалған жағдайда шығамыз, проблема жоқ. Базар жоқ сен деген. Наш огород прыгаешь, да, родной? Мен ойлаған жоқпын сен вызов лақтырады деп. Интересно, конечно. Это деньги. Чисто спортивный интерес. Болады шатырласып соғуға. Мен саған қатты өз тастамаған сияқты едім.